Ата, мен балабақшаға барғым келмейді. Мен балабақшаға барғым келмейді. Жап жаңа жылтыраған көп шегені үлкен бір құрылысқа келеді. Оларды жас шебер жігіт көріп, неткен әдемі еді. Бір келкі, түп түзу. Енді тезірек жұмысқа кіріссек екен, сонда мына жас шебер біздің мықты бірлігімізді де көрер еді. Неге мен басқалармен бірдей болуым керек? Мен бұлардан бөлек кеткенім жөн. Әйтпесе менің әдемі екенімді көрмей, көптің бірі болып қаламын. деп арасынан бір шеге жәшіктен түсіп қашты да кетті. Бірақ бұл қырсық шегенің өз құрбыларынан түк те айырмашылығы жоқ еді. Содан қырсық шеге құрылыс алаңын бекерге айналып қыдырып жүрді. Құрылыс болған соң әрине талай жерге шеге керек, бірақ қырсық шеге еш орынға бұрылғысы келмей қыдырып жүре берді. Бір күні найзағай ойнап, аспан гүрілдеп, қалың жаңбыр жауды. Мақсатсыз қыдырып жүрген қырсық шеге жауынның астында қалды. Ол аз дегендей жүгіріп барып жатқан біреу батпаққа құлатты. Мықшыңдап енді тұра бергенде біреу белінен басып кетті. Шеге сол жатқан жерінен мол жатты. Сол жатқаннан көзін зорға ашып, есін әрең жиды. Өзіне қараса адам танымастай өзгеріп кетіпті. Түрегеліп жүрейін десе тұра алмайды. Ұмытылады, бірақ қозғалуға шама жоқ. Ойланып қараса, бәленің бәрі жұмыс істегісі келмей, жолдастарын менсінбей, олардан бөлініп кеткен соң басталған екен. Ал өзінің жолдастары бір тобы есіктерде, бір тобы шатырдың үстінде жылтырап, өз орындарында қатқан қазықтай болып тұр екен. Қисық тот басқан шеге кімге керек? Қайсы шебердің қолына түссе де оны лақтырып тастайды. Қырсық шеге болғың келе ме? Жоқ, болғым келмейді. Онда өзің сияқты балалардың арасынан неге қашасың? Атау, одан кейін ол шегені ешкім көрмеді ма? деп дана бала шегенің керексіз болып қалғанын қатты уайымдады. Қысық шегені бір кісі тауып алып, түзетіп, қабырғаға қағып қойды. Қысық дүниені тек қана нағыз шебер ғана түзетеді. Шебердің қолынан ғана түзету келеді.